Сәлеметсіздер ме? Бұл HTML, CSS, JS сабақтарының 30-шы бөлімі. Бүгінгі бөлімде біз мына байланыс деген битті жасайтын боламыз. Енді біз осы байланыс деген битпен жұмыс істеу үшін бізге бірінші сондай файл создать етіп алу керек. Бізде ондай файл жоқ. Сол үшін біз оған жаңадан contact.html деп документ создать етеміз да, и осының ішіне мынаны лақтыра саламыз полностью. И бізге енді осының ішіндегі мына main деген бөлігін полностью жойып тастау керек. Толығымен жою керек. И енді қазір ашып қарап көрейік. Байланыс, міне contact HTML деген. И бізде пока іші пустой. И енді осы ішінен толтыру үшін бізге мынандай класс жасап кету керек ау деймін. Негізі мынау бөлік так, мына бөлікке біз бір класс, section создать етеміз. И осының ішінде бізде болады div, жоқ, мынаған класс row дейміз де. И осының ішіне div болады. Бізде так қалай атын берсек болады өз. Contact image. И екіншісіне, по-моему, мынандай ат бере салайық. Div класс contact бізде болады form болу керек. И мына бөлікті де, по-моему, сразу form деген айтпақшы, мынандай form деген тег бар. Так, жабатын жерінде form деп жазып кетейік. Form деген тег бар. Form тегтарға мынандай тегтер жатады. Input, button, text array, label деген тег бар. Одан бөлек тағы да input'тың ішінде өзі радио типтес не бар. Паспортқа, яғни пароль жазуға арналған тегтер бар. Және де өзге де варианттар бар, бірақ көбінесе осындай формалармен жұмыс істегенде осы, яғни input пен и button'ды көп пайдаланады, яғни бізге ақпарат енгізу и жөнелту үшін осындай нәрселер керек постоянно. И соны біз жазып кетейік. Бізге input дейміз де, біріншісіне мына жерде type text дейміз да, и name деген атрибут жазуымыз керек. И осының ішіне біз full name деген атты беріп кетуіміз керек. Full name, или так, бұны қалай өсек болады, через нижний пробел берейік. Full name и placeholder деген нәрсе бар. Placeholder деген анау артында тұрған аты жөніңіз деген жазу. Так, маған копиют етіп салайын. Так, copy as text деп. И осыны қазір сайт етіп, біздің сайтқа қарайтын болсақ, мына аты жөніңіз деп, мына ішінде андай жазылып тұр. Аха, так, келесі нәрсе бізге дәл осындай кетеді, по-моему. Үш вариант. Үш вариант дегенде, по-моему, екі-ақ вариант керек ау деймін, өйткені үшіншісінде бізде input емес, ол жақта text array деген текст пайдаланамыз. И мына екінші жерге email дейміз. И мына текстті копиют етіп аламыз да, copy as text деп біздің placeholder'дың ішіне жазамыз. Так, үшінші тег, ол text array деп аталады. И осы жерге біз name дегенге message, яғни хабарламаны алып. И бұда, по-моему, placeholder жоқ еді деймін, қазір көрейікші. Хабарлама деп жазып. Бар екен бұда placeholder, просто мен сөйті text array'мен жұмыс істемеуге біраз болған ба, түп етеді отыр. Так, одан кейін button керек бізге жөнелту деген.
Button'ның бізге мынандай submit деген түрі керек. Мына жерде type submit деп тұру керек. И енді біздің сайтқа қарайтын болсақ, міне мынандай нәрсе пайда болды, бірақ пока ол тұра берсін осылай. И бізге одан кейін image керек. Так, image тағы да суретті unsplash-тан оралай саламыз. Так, unsplash.com и people-дан бір қызды тауып алсақ, любой бір қызды. Так, біздің мына жерде экранға өйтіп толық сиятындай бір жалпақ форматтағы сурет керек ше негізі. Так, қана girl деп көрейік, яғни ландшафтный формат деймін, ондай дейді, альбомный. Так, мынаны алсақ, просто қазір егер экран кішірейген кезде жарты бетін жоқ қылып жібереді, сол үшін қызы ортада тұрған бір суретті алған дұрыс негізі. Мынандай вариант болады деймін. Так, medium. Так, показать папки. Копировать. И біздің проектіміздің ішіне лақтырамыз да. Осының атын әшейін контакт 01 дей салайық. Так, енді осы суретті біздің мынау images контакт 01 и мынаяққа просто так URL image деген, яғни альтернативный текстті URL image деп жасылайық. Так, енді біз ашып қарайтын болсақ, бізде мынандай ужасный вариантта тұр. И біз мынау екі классқа call 6 деп берейік, пока чтобы біздің жұмыс жасауымыз үшін, яғни мына жерге и мына жерге. Енді мына етіп қарайық. Так, не болып отқан? Так, бәрі пока нормально. И енді бізге мынау CSS кодқа барамыз да. И мына жаққа барамыз. Так, контакт image и осы жерге image-дің ішіндегі image деген тегқа береміз. Так, with 100%, height 100% и object fit cover деп жазамыз. И сол кезде біздің страницада сурет мынандай формада келеді. Бірақ мына суретті полный экран бойынша тартуымыз керек. Оны тарту үшін енді бізге так, контакт форм, контакт image. Бізде тағы не бар? Біз артында мына бар, инфоға кетеді уже. Так, енді бізге, значит, былай істеу керек. Мына жерге контакт. Так, қандай тег берсек болады? Так, контакт болады. Бізде мынаған контакт форм дейміз де. И одан кейін сызықша контейнер деп жазамыз. Или бүйтіп жазсақ та болады, контакт формның жанына контейнер деп. Хотя лучше бүйтіп жазған дұрыс. Сызықша контейнер деп жазған дұрыс. Мынандай стиль болады сонда бізде. И енді осыны біз қазір алып көрейік та. Мына үстіне жазамыз. И бұған береміз класс, биіктігін беруіміз керек. Height дейміз да 100 VH дейміз. Или min height, жоқ, height 100 VH деген дұрыс. И сол кезде мына сурет созылады да. И біздің мына бетінде енді мына бөлек бетке айналады. Одан кейін ұмытып кеттім. Мына жерде айтпақшы текст бар екен үстінде. Оған біз мынандай класс бере саламыз. Так, мына about me жаба салайын. Мына жерде текст бар екен, оған h2 мен жайлы ма, не дейді? Хат жазу деп тұр екен.
или h1 дей салайық лучше. Яғни хедингтің бірінші уровендегі и бізде мына хат жазу деген пайда болды. Енді біздің жұмысымыз мынау формалармен жұмыс істеу ғана қалған. Так, форм контакт форм болады. Бізде display flex или жоқ, бұлай display flex демей-ақ қояйық пока. Бізде мына ішіндегі input и өтір контакт форм button дегендерге display блок дейік. Сол кезде мыналар бүйтіп лайна бір қатарға түседі. По-моему, мына контакт формда бере салайықшы. Так, контакт форм дейміз де. И осыған display flex justify content center дейміз. Сол кезде біздің данныйларын бәрі ортасына көшеді. И мына жерге бізге flex wrap деп жазу керек. И мына қалғандардың бәріне flex 1 дейміз деймін. Так, что-то неге бұлай бүйтіп кетті, а? Так, или бүйтейік, шыналар пока өшіріп тастайын. Justify content center болады да, бірақ flex direction column деп көрейік. Вот міне сол кезде бәрі дұрыс секілді. Так, мына justify content center емес. Так, мынаны өшіріп тастайық, не болады? Justify content center'да тұра берсін. И align item center деп көрейік енді. Мен сол кезде бәрі центрге барады. Бірақ align item center'ды өшіре саламыз деймін. И margin бере салған дұрыс. Margin или padding. Так, лучше margin берейік. Margin үсті астына 20 пикселден береміз да, оң жақ сол жағына бір 10% деп көрейікші қазір. Так, бұлай болмайды екен. Padding десекші. Түсіндім мен енді. Біз мына жаққа енді margin беруіміз керек, яғни ішіндегісіне. Margin үсті астына 20 пиксель береміз, и оң жақ сол жағынан 0 пиксель береміз. Сол кезде ашылу керек. Бірақ 20 пиксель слишком ұзын секілді мыналар үшін. И сол үшін біз бүйтіп істейміз енді. Мына жерде айтпақшы контакт форм text array деп жазамыз. Олын да ұмытып кетіппіз ғой біз. И енді осыларға біз стиль беруіміз керек. Оларға стиль беру үшін бірінші font family болады да, бізде var font family 1 деймін, по-моему. Font family 1. И ішіндегі мынау текстің цветін алу үшін бізде ол мынандай цвет. Ол цвет бізде, по-моему, айнымалылардың ішінде ең бірінші тұрған деймін. То есть bg color тұрыңдар. Мынау цвет что-то басқаша ғой, Бұған, по-моему, color еркін істеу керек деймін. Так. Font family бізде
осылай қалады. Color цвета бізде var. Color 2 болу керек, по-моему. И бэкграундтарына бұларға мынандай түсті береміз, яғни var болады да, BG color 2 болу керек. И нормально дейме. Потом бізге оларға текст арайтыптық. Padding деймізде, оң жақ сол жақтарына 10 пиксель, үсті астына или бәріне 10 пиксель бере саламыз, не болады сөз. Так, окей, нормально. Одан кейін border 0 дейік. Так, нормально бәрі. Текст арияның өз осылай негіз өзгере береді, негіз любой сайттарда. Егер любой сайтта текст ария болса, мысалға, так, қандай сайтта көрсек болады, мысалға. Текст ариясы бар. Пока негізі любой сайтта үлкейтуге болады, по идее. Так, енді бізге мынау цветі точно осындай ма өзі? Так, ақ түске более келген секілді. Так, егер color 1 деп көрсек не болады? Так, color red деп көрейікші. Мен түсіндім, бұның түсі неге бұлай болып тұрғанынша. Біз бұларға түсті беру үшін енді бұлайынан беруіміз керек, мыналар копировать ете аламыз да астынашы. И осыларда мынандай стильдердің бұлай беруге де болатын түрі бар еді. Мынандай, так, мынау текст арияда мынандай placeholder деген бар еді. Так, мына placeholder деген тег бар. Тег дегенде вторичный, как бы. Так, біз екі қосып те қойып жіберіп қойдық, по-моему. Жоқ, по-моему, осылай дұрыс. Так, background дейміз да, red дейміз. Так, енді қазір қарайтын болсақ, мұны сол кезде уже нормально болады. Background дейміз, так, color деп. И енді біз осы жерге просто colorға енді var color 1-ді береміз. То есть 2-ні. Мәні сол кезде мұны қараңыздар. Мынау қазір андай более андай мутный ақ түста, ал егер жазатын болсаңыздар, мынау кәдімгідей ақ түс андай толыққанды. Мына ішіне фонт сайзды сәл үлкейтейікші. Так, фонт сайз дейміз да, 16 пиксель деп көрейік. Так, 16 пиксель көп секілді. Так, 14 пиксельші. Так, мұны 14 пиксель бердік, енді нормально. И қараңыздар, мынау аппақ түста, мынау более мутный түс, яғни біз оған стильдер беру үшін мынандай именно placeholder'ына беруіміз керек. То есть мына хабарлама электронды почта деп тұрған нәрселер placeholder, яғни олар обычный текст емес. Так, бәрі нормально. И енді бізге так дизайн бойынша қарап көрейік. Так, бізге хат жазу дегенді сәл өзгерту керек. Ол бізде, по-моему, контакт форм болады, H1 текст фонт сайз деймізді бір 45 пиксель беріп көрейік. И текст align центр болу керек ода. Так, 45 пиксель что-то слишком үлкен сияқты, лучше 40 пиксель қалдыра салайық. Именно нормально жөнелту деген, хат жазу деген нәрсе нормально тұр. Енді мына кнопканы сәл өзгерту керек. Кнопка бізде былайынан тұр. Так, ол бізде болады контакт форм button. Так, оған border 1 пиксель, solid деймізде, var color
2 деп айнымалы береміз. Так, енді қарап қояйық не болып отқанын. И backgroundқа біз transparent беруіміз керек, яғни прозрачный болуымыз керек артын. Сол кезде мынандай болады. И курсор pointer дей салайық, чтобы біз анаған наведение жасаған кезде шрифтіміз, шрифт болғанда курсорымыз өзгеру керек, мына саусаққа айналады. Так, болды дейме? Так, болды дейме? Мына кнопка былайынан тұр. Дизайн бойынша шы. Лучше былайынан жалпақ қойсаң дұрыс секілді, өйткені әдемі көрінеді екен, чем андай обычный тұрғаннан гөрі. Так, міне форманы жасадық. Енді бізге мынандай жасау керек. Мына кезде, то есть мынандай кішірейген кезде бізде мынау дұрыс емес болып тұр. И оны істеу үшін біз былай істейміз. Неқа просто мынау басында бәрінде call 12 болады да. И кейінгісінде бізде call LG-дан бастап, так, LG-ға қоя салайық. Call LG-дан бастап 6 неге қоямыз да. И contact image-ді біз просто 992 пиксель кезінде так, міне contact image-ді 992 кезінде display block деп көрсететін боламыз да, яғни компьютерлерде көрінетін қылып істейміз. Бірақ мынау contact image-ді басқа кезде, яғни мынандай басқа моменттерде біз оны просто скрит етіп тастаймыз үшін біз contact image дейміз да, и осыған display none дейміз. Display none деп жазамыз. И енді қазір қараңыздар, біз мынаны бүйтіп экран кішірейте бастаған кезде ол просто жоқ болып кетеді. Хотя мына негізі бүйтіп те көрсек болады шы, қазір неге ауыстырып көрейінші мен. Мынаны 992 емес, мына үстіне жібереміз, яғни 768-ден бастап. И енді сол кезде тексеріп көрейік, мына жерде MD-ге ауыстырамыз да, сонда Contact LG-ларды, яғни medium экрандардан бастап уже кішірей, неқып кетеді. Так, міне пока бәрі нормально. И вот. Просто анау жойылып кетсе салады, жойылғанда кішірек жоқ болып кетеді. Так, енді бізге мынау істеу керек, астындағы мынау блокты, или мынау секцияны. Так, оны жүзеге асыру үшін бізге section дейміз да. Бұған section, так, contact info деген класс берейік. Бұған contact info container деп беріп кетейік, яғни мына үстінде класс берген секілді, мынау contact form container деп біз бердік қой бағана. Так, енді біз осыған мынандай contact info container деп осылай ұқсаттырып береміз. И бізге енді div.contact item дейміз. Енді осы contact itemның ішіне біз div беруіміз керек. Бізге мына жерде класста қалай берсек болады. Бұған контакттың ішіне мынандай бүйтіп жазсақ та болады. Негізі класстарды icon дейміз де. И осының ішіне I деп береміз. Так, класс бізге мына font awesome-ның шрифті, яғни ол фас болады да, яғни одан кейін фон деп жазу керек. Енді қазір қарайтын болсақ, бізде міне телефонның несі пайда болды. Бірақ қазір нені көрейікші, так, фонт awesome-ды. Font awesome icons, так, icons font awesome-да, и біз мына жерде фон деп іздеп көрейік. Қандай варианттары бар екенін көрейік біздің шрифтімізға. То есть иконкамызға, так, фон деп жазып көрейік поискқа.
И осы жерде мынадан басқа вариант жоқ секілді ғой, осылай қалай берсін. Так, дальше бізге осының ішіне мынандай тағы бір класс жазамыз да, div класс болады. Бұған қалай класс атын берсек болады. Бұған просто title дей салайық. И телефон. Одан кейінгі бізге div-ға береміз. Title емес, уже данный info дей салайық. И енді осының ішіне телефонның нөмірін жазуымыз керек. Так, копия с текстімізде мына жаққа вставить етеміз. Енді осыны 3 рет копиясын жасау керек бізге. Так, 3 рет, я. Так, так, мына жерге mail деп жазып қойып, бізде mail деген, по-моему, бар ма ондай шрифт? Так, мына жерде жоқ болып кетті, значит, ондай шрифт жоқ. Қазір мына жақтан көруіміз керек біз. Mail деп жазып көрейік. Так, бізге мына envelope деп жазу керек екен, яғни мына жерде mail емес, фа и сызықша envelope. Осылай жазу қажет. И енді так, төртінші вариант бізде maps па или қалай өзі location ба, maps деп жазып көрейік. И мынаны копировать етіп аламыз, map marker alt деп жазылады екен. И біз мына фон дегеннің орнына соны ставить етуіміз керек, сол кезде осылай. И бізде мынандай варианттар пайда болды. Так, бізден деген мына title үлкен болып тұр. Так. Мынандай вариант болған соң үлкен болып тұр екен. Так, енді біз CSS-ке барамыз да. Біз контакт info дейміз да. И display flex дейміз. То есть контакт info контейнер болады. Бізде display flex. Еще оның арты андай бір басқаша түс, яғни background болады да, бізде var, бізде bgcolor 2 болу керек. И үстінен margin беруіміз керек, бізде margin болады, үстінен беруіміз керек 150 пиксель, оң жақ сол жағына 0. Дәл осылай paddingті де бере салуымыз керек. Padding ұстасына бір 50 пиксель десек, по-моему, үлкен болып кетеді ойдың. Хотя нет, нормально. Display flex и justify content space between или space around деп жазып around или around. Так, енді бізге ішіндегі ақпараттарды ортаға жылжыту керек. Оны біз қалай жылысталамыз? Просто text align center деп көрейік, по-моему, әсер ету керек осы барлығына бірдей. И енді просто бітеу керек, енді дальше contact item, contact info, и осыған біз береміз атты, так, атты емес, так, contact info. Так, контакт info, и мына жерде padding, margin беруіміз керек оларға. Margin 10 пиксель, үстасына 10 пиксель, оң жақ сол жағына 0 пиксель береміз. Сол кезде аралары ашу керек, бірақ ашылмады онша, бізде значит 20 пиксель бере салған дұрыс секілді. Чё так неге берілмей жатыр? Біз мына жерде мыналарды item емес, контакт item емес, контакт info деп беруіміз керек. Мен что-то неге олай берген түсінбедім.
Так, background red деп көрейінші. Margin емес, padding деу керек еді, походу, иә. Өйткені бұл андай. Мен түсіндім, мына ғой. Контакт info и оның ішіндегі div-ға беруіміз керек қой біз. Paddingті. 10 пиксель. И енді мынаны атын өшіріп тастаймыз. И мына жерде мыналарды ұмытып кетіппіз ғой. Мына жер email болады. Emailға мынаны копировать етіп салайықшы. Так, copy as text дейміз да. И ішіндегі информацияға мынаны береміз. Так, потом мекен-жай дейді. Copy as text. Ставить етеміз. И адресті, так, copy as text. Так, енді қараймыз. Так, бәрі дұрыс. Енді бізге мынандай класстар беріп кету керек. Қараңыздар, contact info. И соның ішіндегі титулға, титул емес, бірінші icon ғой. Яғни қараңыздар, мынаны, то есть мына ішіндегі деген білдіреді, яғни contact info дегеннің ішіндегі icon деген классқа енді не бер деп тұр да, бұл размер бер деп тұр. Енді сонда font size 45 пиксель дейміз да, енді көрейік. Нормально дегенде 40 пиксель қыласақ лучше. И енді бізге мынау contact info титулға шрифттің размерін береміз, font size дейміз да, оған мекен-жай дегендерге так 20 пиксель нормально деймін, оған слишком үлкен. Жоқ, кішкентай болып кеткен слишком. Так, 30 пиксель дейік. И пока бәрі дұрыс ау деймін, дизайн бойынша да негізі осылай секілді. Иә. Так, енді бәрі нормаль, бірақ енді қазір, по-моему, экранды кішірейтсек, мынандай болып кетеді. Біз осыны болдыртпау үшін былай істейміз. Мынаған біз контакт инфоларға былай береміз call 12 дейміз да, и call md-дан бастап, md или так, md-дан бастап 4 деп берейік, сол кезде қалай болады екен. Так, түсінбедім. Мына жерде ұмытып кетіппін. Контакт инфо контейнерға flex урап деген қалдырма, урап деп жазып кету керек, яғни мынандай класстың ішіне. И сол кезде мені былайнан болады, и бітсек былай айналады. То есть мобильныйларда осылай көрінеді, и дальше былай көрінетін қыламыз. Так, болды деймін. Бүгін сабаққа осы. Келесі сабақта мынау картаны строить етуді көрсетемін. Ол сәл ауқымды деген сәл ұзақ болатын секілді. Сол үшін осы сабақты мынау істегенмен аяқтайық. Сау болыңыздар.